Ғұламалар осы жерден шығарады, демек бойдағы жігіттер ғұламалардың қызына ғашық болсын дейді. Қаридың қызына ғашық болыңыз, Құранды көтерген. Имамның қызына ғашық болыңыз иншалла. Дін жолында жүрген азаншының қызына ғашық болыңыз. Тым болмаса мешіттің қарауылы бар осы жерде. Сол кісінің бойжеткен қызы болса, соған ғашық болу керек. Өйткені жалпы дін жолында Алланың қасиетті мешітінде бауырлар жай адам жұмыс жасай алмайды ешқашан бұндай жерде. Бұл қасиетті, өте қасиетті орын. Бұндай қасиетті жерде Алланың сүйікті адамдары ғана жұмыс жасай алады. Сондай адамдардан шыққан ұрпақтар ешқашан жаманшылыққа бармайды. Міне Осман ибн Аффан радиаллаху анху өте бай сахаба, өте сондай текті, бірақ кімнің қызына ғашық болды бұл кісі? Пайғамбар алейхиссалам. Міне ғұламалар осы жерден шығарады, осындай адамдардың қызына не болу керек екен, бауырлар? Ғашық болу керек екен. Ғашық болып жүре бермеу керек екен, алу керек екен, бисмилlah деп. Кәдімгідей белді буып, жақсылап тәуекел деп